Барлығына өзім кінәлі едім. Мен Аружан 24 жасымда әлі де анамның көлеңкесінен шыға алмадым. Жалғыз басты ана тәрбиеледі. Әкемнің бетін көрмедім. Біздің пәтер әрқашан арзан су мен жаман нәрсенің иісіне толы болатын. Кешке анамның құрбылары келетін. Мен бөлмеде жасырынып, есіктің саңылауынан қарайтынмын. Анам күліп, еркектер біздің нанымыз қызым дейтін. Олардың астында мыжылып жатқанын, ыңыранып ақша сұрап тұрғанын құлағым шалып қалатын. Мен 16-ға толғанда алғашқы рет сол жолға түстім. Клубта бір байдың көзі түсті. Ол мені қонақ үйге апарды. Көйлегімді түсіріп, мыжы мені дедім. Ол мені лақтырып, аяғымды кеңінен ашып жіберді. Содан кейін өзінің дегенін жасады. Мен айқайладым. Тырнақтарымды арқасына батырдым. Ол ішіме ыстық булканын төккенде мен жеттім. Ақша алдым. Үйге келгенде айнаға қарап өзімді жек көрдім. Бірақ тоқтамадым. Анамның арам ақшасы менің қанымда еді. Содан бері бойжеткен шағымда отбасылы еркектердің астында болып жүрдім. Әрқайсысының әйелі, баласы барын білетінмін. Бірақ олардың құмарын қандырып, өзімнің денемді сатып, мен анамның қызы деп өзімді алдайтынмын. Бір күні клубта Бақытжан есімді жігітпен таныстым. Ол момын, жұмсақ, сөзі аз жігіт еді. Әдемі күлкісі, үлкен қара көздері бар. Мен оның соңынан қалмай тиіп алдым. Сенімен бірге болғым келеді дедім. Ол қысылып, менде әлі ешкім болған жоқ деді. Сол түні біз бірінші рет жақындастық. Ол мені жалдамалы пәтерге шақырды. Жарықты өшірді. Одан соң екеуміз ұзақ бірге болып, ыстық терге малындық. Таңға дейін болдық. Сол түні мен шынымен ғашық болдым. Бір айдан кейін біз үйлендік. Бақытжанның отбасы ұйып отырған бақытты еді. Әке-шешесі, үлкен ағасы Қайрат және оның әйелі Айгүл. Мен олардың ортасына кірдім. Бірақ бірінші рет Қайраттың көзіне қарағанымда жүрегім тоқтады. Ол Солбай, сол алғашқы еркектердің бірі. Баяғыда мені қонақ үйде мыжып, сен менің құлымсың деп ыңырсыған адам. Екеуміз де үндемедік, құпиямызды жасырдық. Бірақ үйде ешкім жоқта Қайрат мені жасап алатын. Бір күні ас үйде тұрғанымда ол артымнан келді. Бақытжанның әйелі болсаң да, мені сені ұмыта алмай жүрмін деп сыбырлады. Мен қарсыласпадым. Ол мені үстелге иіп бірден артынан жіберді. Қатты ашуланып соқты. Мен тістерімді қысып, қаттырақ, қайнаға дедім. Оның қолдары кеудемді қысты. Біз тез бітірдік. Мен дірілдедім. Содан бері ол әр мүмкіндікті пайдаланды. Ерлан жұмыста болғанда Қайрат мені жатын бөлмеге сүйреп апаратын. Сағаттап білгенін жасайтын. Бірде ваннада, бірде басқа кезде. Біздің құпиямыз тереңдеп, мен екі еркекке де бөлініп жүрдім. Ерлан жұмсақ махаббат, Қайрат қатал құмарлық. Айгүл абысын сезіктеніп жүріп бәрін білді. Бір күні менің ішкі затымды ұрлап алды. Сол ішкі затымды дуалапты. Мен сезбедім. Бір аптадан кейін төменгі жағымнан жаман иіс шыға бастады. Алғашында жеңіл ғана, содан кейін қатты ауырды. Қанша емделсем де дәрігерлер еш нәрсе таба алмады. Жұқпалы емес деді. Бірақ иіс күннен күнге күшейді. Мен Бақытжанмен жақындасқанда да, Қайратпен болғанда да ауырсындым. Бір түні Қайрат мені тағы істеп алды да, бірақ бұл жолы мен ыңырсымай жыладым. Менің астым шыдатпай ауырды. Ол тоқтады. Мен тәуіптерді, балгерлерді жағаладым. Бәрі бір нәрсе деді. Ішкі затың дуаланған, әйелдің қызғаныш туасы. Екі әріптің ауруы мәңгілік жаза. Барлығы абысынымды меңзеп айтып тұрды. Содан үйге келіп қырғын шығардым. Шынымен де абысыным екен. Үйде үлкен төбелес болды.
Күйеуім екеуміз бөлек кеттік. Бақытжан менің айтқанымнан шықпайтын. Сол үшін де қуанамын. Бірақ қазір еркекпен болуға мүлдем ынтам жоқ. Әлі күнге дейін ем алып жүрмін. Күйеуіммен болсам да қатты ауырады. Дуа қайтарамын дегендерге ақша жұмсап ешқандай нәтиже шықпады. Не істесем болады? Сіздерден маған кеңес керек.